Сәлем достар, бүгін біз 9 сынып алгебра пәнінің 13-ші есебін шығаратын боламыз. Бізге x квадрат плюс bx плюс, бұл жерде айтады, x квадрат плюс bx плюс 35 деген үш мүшесінің түбірлерінің бірі x тең минус 7 болса, оның басқа түбірін b коэффициентін тауып үш мүшені көбейткіштерге жіктеңдер дейді. Бізге табу керек, оқушылар қараңдар. x1 деп алайықшы. Бізге айтады x2-ні табыңдар дейді. И потом b-ны тоже табыңдар дейді. Дұрыс па? Так, енді не істейміз? Мына x-ның орнына қойып b-ны тауып алайық. Яғни x квадрат плюс bx плюс 35 тең 0 деймін да. X-ның орнына минус 7-ні қоямыз. Минус 7-нің квадраты плюс минус 7 көбейту b плюс 35 тең 0. Бұл дегеніміз бізде 49 минус 7b плюс 35 тең 0 деген сөз, дұрыс па? Бұдан шығады минус 7b тең минус 49 минус 35 дегенін білдіреді. Сонда b тең минус 49 минус 35 ол бізде 84-ті береді. Оны минус 84-ті береді. Минус 7-ге бөлетін болсақ, бізде болады 12 болады. Дұрыс па, оқушылар? 12 болды. Енді бізде b-ны таптық қой бұл жерде. Енді бізге айтады x2-ні табыңдар дейді. Так, мен не істеймін? Мына берілген x квадрат плюс bx плюс 35 деген теңдеуге үш мүшеге мен b-ның орнына 12-ні қойып есептеймін. Сонда x квадрат плюс 12x плюс 35 тең 0 болады. Сонда дискриминант тең 12-ның квадраты 144 минус 4 көбейту 1 көбейту 35. Бұл дегеніміз 144 минус 35 4-ті көбейтсек 140 болады. Бұдан шығады бізде 4. x1-ді табуымыз керек. x1 тең 2 минус 12 минус 2. Бұдан шығады минус 14 бөлінген 2. Бұдан шығады минус 7. x2-ні табуымыз керек. Минус 12 плюс 2 бөлінген 2. Бұдан шығады 2-ден минус 10. Бұл болады бізде минус 5. Сонда жауабы, біз ізделіп жатқан жауабымыз минус 5 қой, дұрыс па? Мен табуға x2-міз тең минус 5-ке тең, ал b-мыз бізде 12-ге тең екен. Міне осылай есептің жауабы шықты. Бұл бізде 13-ші есеп, 13-ші есептің жауаптары міне осылай. Келесі есеп бізде 14-ші есеп. Бізде айтады x-ің қандай мәндерінде өрнек 0-ге тең болады дейді. Өрнек 0-ге тең болу үшін оның алымы әрқашан 0-ге тең болуы керек. Түсінікті ғой? Мысалы үшін бізге қандай да бір өрнек беретін болса, b-дан a дейік. Егер a-мыз 0-ге тең болатын болса, бұл бізде тоже 0-ге тең болады. Яғни мына жер 0 бөлінген b болатын болса, одан шығады бізде 0 шығады. Түсінікті ғой, құрметті оқушылар? Сонда мен алымының барлығын 0-ге теңестіріп шығамын. Сонда a есебінде бізде не істейміз? x минус 7 көбейту x плюс 3 тең 0 дейміз. Сонда қалай болады? x минус 7 тең 0, x плюс 3 тең 0. Бұдан шығады x тең 7 болған кезде 0-ге тең болады, x тең минус 3 болған кезде 0-ге тең болады. Сонда жауабы, асының жауабы 7 және минус 3 болады екен. Түсінікті ғой, оқушылар? Әсінде а есебінде тоже x плюс 2 көбейту x минус 1 тең 0. Сонда x плюс 2 тең 0, x минус 1 тең 0. x тең минус 2 болған кезде 0 болады, x тең 1 болған кезде. Сонда жауабы бізде минус 2 және 1 болады екен. b бізде x квадрат минус 5x тең 0. x-ті шығарып жіберейік. x минус 5 тең 0 деп аламыз. Сонда x тең 0 болған кезде және x тең 5 болған кезде жауабы 0-ге тең болады екен. Сонда жауабы 0 және 5. Келесі v бізде x квадрат плюс 4x тең 0. Бұдан x шығарып жіберетін болсақ, x плюс 4 тең 0. Сонда қалай болады? x тең 0, x тең минус 4 болған кезде. Сонда жауабы бізде 0 және минус 4 болады екен. Құрметті оқушылар, бұл бізде 14-ші есептің а есебінің жауабы мынау, а есебінің жауабы мынау, и б есебінің жауабы, и в есебінің жауаптары.
Келесі есеп бізде 15-ші есеп. Бізде ас айтады. Көбейтіндісі 240-қа тең болатын тізбектес екі натурал сан бар ма дейді. Тізбектес натурал сан болатын болса, мысалы үшін қараңыздар, x дейміз, x плюс 1 дейміз, осылай жалғасып кете береді. Дұрыс па? Осы екеуі тізбектес натурал сандар. Сол екеуінің көбейтіндісі 240 бола ма? Дұрыс па? X көбейту x плюс 1, мына жерде көбейту бар, тең 240 болмайды. Давайте жақшаны ашайық. X квадрат плюс x минус 240 тең 0. Дискриминантпен есептеп көрейік. 1-дің квадраты 1 плюс 4 көбейту 1 көбейту 240. 240-ты 4-ке көбейтетін болсақ, бізде неше болады? Көбейтсек 960, оны бірге қоссақ 961 болады 2. Енді x1-ді табатын болсақ, бізде 2 минус 1, 961-ден бізде минус 31 шығады екен. Сонда бізде не болды? Минус 32 бөлінген 2, бұдан шығады минус 16. x2 тең минус 1 плюс 31 бөлінген 2. Бұл дегеніміз бізде 2-ден 30 болады. Бұл дегеніміз 15 болады 2. Енді зерттеуіміз керек қой, дұрыс па? Қайсы сан 15 және 16 тексеріп көрейік. 15 және 16, минус 16 болып тұр, тексеріп көреміз, мысалы үшін тізбектес 15 болса, бірінші x1-ді алайық, минус x-іміз минус 16 болса, x плюс 1-іміз ол бізде минус 15 болады. Мына минус 16 мен минус 15-ті көбейтіндісі бізде 240-ті беріп тұр. Бұл бізде дұрыс жауап. Минус 16 деген тоже. Так, енді x тең 15-ті көрейік. Дұрыс па? 15-ті көрейік. Сонда бұл кезде x плюс 1 16-ны береді. Бұл дегеніміз 15 пен 16-ны көбейтеміз. Бұдан шығады 240. Бұл да дұрыс жауап. 15-те дұрыс. Сонда 15-ші есептің асының жауабы бізде минус тізбекте екі натурал сан бар ма? Зерттеңдер дейді. Зерттедік. Ол бізде егер минус 16 мен 16 және минус 15, сосын 15 және 16 деген жауаптар болады екен. Бұл бізде 15-ші есептің асының жауаптары. Құрметті оқушылар, әлі біз әсін шығарамыз, Келесі бізде 15-ші есептің әсі. 15-ші есептің әсі. Так, бізде айтады, қосындысы 14-ке, ал квадраттарының қосындысы 106-ға тең болатын екі сан табыңдар. Екі саны мен x, y деп алайық. Сонда x, y-тің қосындысы бізде 14 дейді. Ал квадраттарының қосындысы, яғни x квадрат плюс y квадрат тең 106 болатын екі санды табыңдар дейді. Бұл бізде теңдеулер жүйесі, құрметті оқушылар. Бізде x табылайық, бұл да 14 минус y болады. Оны екінші теңдікке қояйын. 14 минус y-тің квадраты плюс y квадрат тең 106 болады екен. Так, 14 минус y квадрат бойынша есептейтін болсақ, 14-тің квадраты бізде 196 минус 28 y плюс y квадрат плюс y квадрат тең 106. Бұдан шығады бізде 2y квадрат минус 28 y плюс қанша болады екен? 106 мына жаққа азайту өтсе 90 болады екен, тең 0. Мен давайте 2-ден 1-ге көбейтіп жіберейін. Сол кезде қалай болады? Y квадрат минус 14 y плюс 45 тең 0 болады екен. Соны дискриминантпен есептейік. Дискриминант тең 14-тің квадраты бізде 196 минус 4 көбейту 1 көбейту 45. 4-ті 45-ке көбейтсек 190 бола ма? Ой, кешірісте 180 болады екен. 196 минус 180, бұдан шығады бізде 16. Сонда y біріміз тең бізде 2, 14 минус 4 болады. Сонда 5 шығады екен. Y екіміз бізде 9 шығады екен. Дұрыс па? Так, енді x1-ді табуымыз керек. x1-ді табатын болсам 14 минус 5 бұдан шығады 9. x2-міз бізде болады 14 минус 9, одан шығады 5. Сонда жауабы болды бізде қандай сандар? Олар бізде 5 және 9 деген сандар. Екеуінің квадраттарын қосындысы 106 береді, қосындысы 14-ті береді. Бұл бізде 15-ші есептің әсінің жауаптары, құрметті оқушылар. Түсінікті ғой?
Келесі есеп бізде 16-шы есеп. Асы бізде футбол алаңының ауданы дейді. Алаңы бізде 6000 метр квадрат дейді. Егер алаңның ұзындығы енінен 40 метрге артық болса дейді, иә, дұрыс па? Мысал үшін 40 метрге артық болатын болса, мысалы x тең y плюс 40 деп аламыз, иә. Периметрін табыңыз дейді. Периметрін табыңыз дейді. Давайте біз бірінші болып аудан арқылы қабырғалардың ұзындығын тауып алайық. Түсінікті ғой, оқушылар қабырғаның ұзындығын табады. Аудан дегеніміз бұл ені мен ұзынның көбейтіндісі, яғни x пен y-тің көбейтіндісі деп алсаң, түсінікті ғой. Сол кезде қалай болады? Бізде x-іміздің орнына y плюс 40 қойылатынын көбейту y тең 6000 болады. Жазатын болсақ, y квадрат плюс 40y минус 6000 тең 0. Дискриминантпен есептейміз. Дискриминант 40-тың квадраты бізде 1600 плюс болып кетеді тағын. Оны неге қосады? 6400-ге көбейтетін болсақ 24000 болады. Я, дұрыс па? Бұл дегеніміз 25600 болады. 25600 дегеніміз. Так, бұл бізде нешенің квадраты болады? 160-тың квадраты болады. 160-тың квадраты, иә. Сонда y1-ді табатын болсам, 2 минус 40 минус 160 40. Бұдан шығады бізде минус 100 шығады. Бізге теріс мән қажет емес. y2-ні алайық. Минус 40 плюс 160 бөлінген 2. Бұдан шығады бізде 120 бөлінген 2 60 шығады екен. Сонда y-іміз 60-ға тең, x-іміз тең 60 плюс 40-ға тең. Сонда 100 болады екен. Яғни алаңның өлшемі, мысалы үшін алаңның өлшемі былай екен, 60-та 100 екен. Түсінікті ғой? Енді периметрін табуым керек. Периметрін табу үшін не істеймін мен? 60 пен 100-ді қосамын дағы, оны көбейтемін 2-ге. Сонда қалай болды? 2 көбейту 160, бұдан шығады 320 метр. Сонда жауабы периметрі тең 320 метр. Бұл бізде оқушылар 16-шы есептің асының жауабы. Түсінікті ғой? 16-шы есептің асының жауабы. Әлі біз әсін есептейміз. Келесі деп 16-шы есептің әсі. Егер тікбұрышты үшбұрыштың ауданы дейді 96 сантиметр квадрат болса, ал бір катеті екіншісінен 4 сантиметрге артық болса, мысалы үшін А дейтін болсақ, ол Б катетінен 4 сантиметрге артық болса, үшінші үшбұрыш қабырғаларын табыңдар дейді, иә. Яғни А, Б, С қабырғаларын табуымыз керек. Мысалы, тікбұрышты үшбұрыш не беріп тұр. Түсінікті ғой, оқушылар, иә. Так, тікбұрышты үшбұрыш берілген, оның ауданы берілген, иә. Мына жерде мынаны А дейтін болсақ, мына жерде біз Б дейтін болсақ, мына қабырғаны Б дейтін болсақ, мына жер Б плюс 4 болып тұр. Түсінікті ғой, оқушылар. Енді осының ауданын табыңдар дейді. Енді қараңғы, тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табу формасы қалай бізде? 2-ден 1 А көбейту Б. Ал біздің жағдайда бүйтіп жазсақ болады. S тең 2-ден 1 А-ның орнына Б плюс 4-ті қосамыз, сонда Б плюс 4 көбейту Б деп алсақ болады екен. Сонда қалай болды? 2-ден 1 Б плюс 4 көбейту Б тең, ауданымыз қанша? 96-ға тең. Бұнда жақшаны ашайын. Б квадрат плюс 4Б тең 2 теңдіктің ары бетіне көбейту өтеді. Сонда 96-ны 2 көбейтетін болсақ, бұда 192, ол теңдіктің мына бетіне минус қылып өткіземіз. Сонда қалай болды? Минус 192 тең 0 болады екен. Сонда дискриминант тең 16 плюс 192-ні мен 4-ге көбейтетін болсам 768 болады екен. Оны мен 16-ға қосатын болсам 784 болады. 784 ол бізде оқушылар 28-дің квадраты. Иә. Так, енді бұны тауып есептеп жатырмыз ғой. Б1 тең бөлімі 2 алымы минус 4 минус 28. Бұдан шығады бізде минус 32 минус 16. Минус таңбалы жауап қажет емес бізге. Б2-ні табамыз. Минус 4 плюс 28 бөлінген 2. Бұл деген 2-ден 24. Бұдан шығады бізде 12. Так, бір қабырғасы 12-ге тең болды. Енді А қабырғасын табамыз, иә. А қабырғасын табу үшін бұны 4-ге қосатын едік.
Сонда а тең 12 қосылу 4, бұдан шығады амыз тең 16. Екі қабырғасы табылды. Енді Пифагор теоремасымен екі қабырға гипотенузасын табамыз. Ол үшін не істейтін едік? Екі қабырғасын квадраттап түбінің астынан шығарамыз, иә, дұрыс па? Мұнда қалай болды? 16-ның квадраты плюс 12-ның квадраты. Бұл дегеніміз бізде 16-ның квадраты 256 плюс 144. Бұдан шығады бізде 400 туғрасында, бұдан шығады бізде 20. Сонда қалай болды? Жауабы бізде қабырғалардың ұзындығы 12, 16 және 20 сантиметрге сәйкес келді, құрметті оқушылар. Бұл бізде 16-шы есептің әсінің жауаптары. Келесі есеп бізде 17-ші есеп айтады. Бізде оқушылар ауданы дейді 32 сантиметр квадратқа тең болатын тікбұрышты теңбүйірлі үшбұрыштың катетінің ұзындығын табыңдар. Катетінің ұзындығы. Қараңдар, мына жерде сызбасын сызудың, ладно, кішігірім сызбасын сызып көрсетейін. Мына теңбүйірлі тікбұрышты үшбұрыш. Иә, мына екі қабырғасы тең, екеуінде а деп алсам болады, иә. Сонда оның ауданы табу формуласы қалай болады? Бізде 2-ден 1 а квадрат болады, и все болды. Қазір қабырғасын табу өте жеңіл. Сонда қалай болады? 2-ден 1 а квадрат тең 32. Бұл дегеніміз а квадрат тең 64 дейді. Бұдан шығады а тең 8. Сонда жауабы бізде 8 сантиметр болады екен. Бұл бізде асының жауабы. Келесі бізде ә есебі. Сүйір бұрышы 30 градусқа, ал ауданы 50 сантиметрге тең болатын ромб қабырғасының ұзындығын табыңдар дейді. Бізде айтады сүйір бұрышы, ладно, альфа бұрышы деп кете берейінші, қазір өзімізге түсінікті 30 градус, ал ауданы дейді, ауданы бізде 50 сантиметрге тең ромб қабырғасының ұзындығын табыңдар. Қабырғасында ромб берілген. Иә. Мына жердегі сүйір бұрышы бізде 30 градус. Значит, мына жағда сүйір бұрышы 30 градусты береді. Қараңдар, еще мына қабырғалардың барлығы тең болады. Мына жерде негізі есептің берілуінде қателік кетті ма, или мен қате түсіндім ба, былай дейді. Негіз мына альфа бұрышының ұзындығы вообще қажет емес бізге анықтауға, қабырғасын табуға ше. Себебі оның ауданын табу қоймыз, с тең а квадрат и все болды. Түсінікті ғой, потому что барлық қабырғасы тең ғой. Кешіресіздер, шаш түсіп кетіппін. S тең а квадрат 30 градус қажет. Бізде көбейту бізде синус альфа деген анықтама бойынша есептейміз. Түсінікті ғой, оқушылар. Сонда қалай болады? S-тің орнына мен 50-ді қоямын, яғни бүйтіп жазып алайыншы, а квадрат көбейту синус альфа тең 50 деп алайын. Сонда а квадрат көбейту синус 30 градустағы мәні бізде 2-ден 1-ді береді, қателеспесем, тең 50 болады. Сонда а квадрат тең 2-ден 1 тең тағы бетінде бөліп өтеді, 50-ге көбейтіп кетеді, 2, сонда 100 болады екен. А тең бізде 10 сантиметр. Сонда қабырғасы бізде берілген қабырғасы 10 сантиметр болады, екі ромбтікі солай. Бұл бізде 17-ші есептің асы және әсінің жауаптары. Мына бізде асының жауабы, мына бізде әсінің жауабы. Осылай жеңіл есеп шықты. Келесі есеп бізде 18-ші есеп. Мына параболалардың қайсысының төбесі абсцисса осіне тиісті дейді. Давайте сызып көрсете салайық. Y тең x квадрат минус 4 берілген. Бұл дегеніміз y оси бойынша минус 4 бірлік төменге орналасады деген сөз. Түсінікті ғой? Мысалы үшін мынаны сызатын болсақ, 1, 2, 3, 4, минус 4 беріледі. Бұлайына парабола тармағы былай төбеге қарайды. Сол себепті бұл бізде А варианты бізде сәйкес келмейді. Түсінікті ғой? AX абсцисса осінде жатпайды. Келесі әсі y тең x квадрат минус 4x берілген. Мына жерде төбесін табу бар. Бізде төбесін табу формуласы бізде минус b бөлінген 2a. Сонда 4 бөлінген 2, бұл бізде 2 болады. Енді y0-ді табатын болсақ, y0-ді табатын болсақ, құрметті оқушылар, 2-ні қойып көреміз x-ның орнына, сонда 4 минус қанша болады екен? 4 болады екен. Төбесінің координатасы бізде 2-ден минус 4. Дұрыс па? Минус 4 шықты. 2-ні қойсақ квадрат 8. Дұрыс. Так, енді бұның төбесі бізде x 1, 2-де 1, 2,
3 4 минус 4 былайынан кетті да параболамыз былайынан төбеге қарап кетеді. Так, сол себепті бұл вариантта тоже жоқ, x осінде жатпайды. Түсінікті ғой оқушылар? Так, енді бұны көреміз. Бұда айтады y тең x минус 4-тің квадраты дейді. Бұныкі нағыз x осінде жатады. Минус 4 болса, плюс 4 бірлік онға жол шығамыз. 1, 2, 3, 4 былайынан. И парабола тамам былайынан қалады. Сол себепті b варианты сәйкес келеді. Так, енді мына жерде v-ны жаза салайыншы. Бұны сөйтіп y тең x минус 4-тің квадраты плюс 3. Бұл төбесі 4-те 3 болады екен. Негізі бұл да сәйкес келмейді. 4-те былай болады. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Былайынан парабола тамағы төбеге қарайды. Бұл сәйкес келмейді. Сонда жауабы болды. Жауабы бізде абсцисса осінде жататын. Ол тек қана b есебі ғана. Түсінікті ғой, құрметті оқушылар. Осылай жеп жеңіл есеп 12-ші есептің жауабы міне тек қана b болды ғой. Қалғандар сәйкес келмейді екен. Келесі есеп 19-ші есеп бізде айтады. Парабола төбесінің координаталарын табыңдар дейді. Бірінші жауап y тең x квадрат минус 4x плюс 8, я? x0, y0 табымыз керек. x0 дегеніміз бізде минус b бөлінген 2a. Бізде минус б'міз 4, минус 4, ол минус б'мен 4 болады бөлінген 2 шықты. y0-ді табу үшін x0-ды жаңа функцияға қойып есептейміз. Сонда қалай болды? 2-ның квадраты минус 4 көбейту 2 плюс 8. Бұл дегеніміз 4 минус 8 плюс 8. 8 бен 8 кетті, 4 болды. Сонда төбесінің координатасы бізде 2 және төбесі бізде 2 және 4 болады екен. Бұл асының жауабы. Келесі а есебі y тең минус x квадрат плюс 6x плюс 7. Так, төбесінің табу формуласы координатасы минус 1 b бөлінген 2a. Бұда минус 6 бөлінген минус 2, бұдан шықты 3. Енді y0-ді табамыз. Бұл жерде минус 3-тің квадраты плюс 6 көбейту 3 плюс 7. Мына жерде қараңыздар, минус жақшаның ішінде емес. Сол жерде минус бойынша қалады. Минус 9 плюс 27. Ойбай, қайда плюс 27? Плюс 18 плюс 7. Бұл дегеніміз бұдан шығады 16 шығады. Дұрыс па? 9, 17 е дұрыс. Бұны төбесінің координатасы бізде 3 және 16 болады екен, құрметті оқушылар. Бұл бізде 19-ші есептің асының төбесінің координатасы. Мына бізде асының төбесінің координатасы. Жиырмасыншы есеп бізде айтады, аргументтердің қандай мәнінде функциялардың мәндері тең болады. Осы берілген екі функцияны теңестіреміз, иә? Сол кезде шыққан x мәнінің жауабы болады, иә? Сонда қалай болады? 7x квадрат минус 5x плюс 6 тең минус 4x плюс 5 плюс 7x квадрат. Мына 7x квадрат пен 7x квадрат кетеді. Дұрыс па? Солай қалай болады? Минус 5x, минус 4x тең тағы бетін өткіземін, плюс 4x болып өтеді. Так, тең, мына жақта 5 қалды, 6, минус 6 болып өтеді. Сонда мына жақта минус x тең, минус 1 қалды. Бұл дегеніміз x тең 1. Сонда асының жауабы, егер бірге тең болған кезде, мәндер тең болады екен. Так, келесі әсі. X квадрат плюс 6x плюс 2 тең 2x квадрат плюс 4x плюс 3. Я? Так, x квадрат минус 2x квадрат плюс 6x минус 4x плюс 2 минус 3 барын теңдіктің оң жағына өткіземін. Сонда қалай болады? Минус x квадрат плюс емес. Минус 2x минус x квадрат минус 2x минус 1 тең 0 болды. Дұрыс па? Мен минус 1-ге көбейтіп жіберейін болады. Сонда қалай болды? X квадрат плюс 2x плюс 1 тең 0. Бұл бізде қысқаша көбейту формуласы келіп тұр. X плюс 1-дің квадраты тең 0. Сонда шығады бұдан x тең минус 1. X тең минус 1. Жауабы бізде минус 1 болған кезде функцияның мәндері тең болады екен. Бұл бізді 20-ші есеп. 20-ші есептің асының жауабы 1, әсінің жауабы бізде минус 1 болады екен.
Келесі есеп 21-ші есеп. Бізде айтады, A суреттердің қайсысында, 5-ші суреттің A суретінде минус тубырасты x квадрат кіші 3-тен деген теңдігінің сіздігінің шешімдері жиыны белгіленген дейді. Давайте қараңыз. Осы жерде есептеп көрейік. Тубырастыдағы x квадраттан шығады, модуль ішінде x кіші 3 дейі. Бұл дегеніміз бұдан шығады. Бізде минус 3-тен кіші үлкен 3-тен үлкен деген жауап шығады. Ал бұның өрнектің жауабы бұл бізде міне А жауабы болады. Сонда жауабы бізде болды А. Келесі есеп 22-ші есеп. Теңсіздікті шешіңдер дейді. Астынан бастайық. Түбір астындағы y квадрат кіші немесе тең 8 иә. Түбір астындағы y квадраттан бізде модуль ішіндегі x деп қойыппын ғой. Y шығады кіші немесе тең 8. Бұл дегеніміз бұның жауабы бізде минус 8 кіші немесе тең y кіші немесе тең 8 болып. Аралыққа белгілейтін болсақ, бізде бой алады минус 8 бен 8-дің ортаңғы аралығын алуымыз керек. Сонда жауабы болады бізде минус 8-ден 8-ге дейін тік жақша. Келесі әсі бізде түбір астындағы y квадрат үлкен немесе тең 0. Тоже модуль ішінде неғып мен қате жазып жатырмын? 4 болады. Модуль ішіндегі y үлкен немесе тең 4 болады. Дұрыс па? Бұны біз екі жағдайда қарастырамыз. Y кіші немесе тең минус 4, y үлкен немесе тең 4 деп. Сонда аралыққа белгілейтін болсақ, бізде минус 4 пен 4-ті 4-тен үлкен аралықты аламыз, минус 4-тен кіші аралықты аламыз. Сонда жауабы біз белгілейтін болсақ, жауабын минус шексіздіктен минус 4-ке дейін тік жақша, сосын 4-тен плюс шексіздікке дейін жай жақшамен жабылады. Міне осылай есептің жауабы шықты. Бұл бізде 22-ші есептің асының жауабы. Әсінің жауабы. Келесі есеп бізде 23-ші есеп. X-тің қандай мәндерде теңсіздіктің дұрыс жауаптары болады дейді. Астынан бастайық. 5x минус 2-нің квадраты кіші немесе тең 0. Қараңыздар, ешқашан квадраттарға сан 0-ден кіші болмайды, бірақ тең болуы мүмкін. Сол себепті біз x минус 2 тең 0 деп аламыз. Сонда 5x тең 2, x тең 5-тен 2. Бұл дегеніміз бізде x тең 0,4 береді. Сонда жауабы болды бізде 0,4 асының есебі. Келесі 5x минус 2-нің квадраты үлкен 0-ден деп алайық. Дұрыс па? Нөлге теңестіретін болсақ, 5x минус 2 тең 0. Бұдан да тоже шығады x тең 0,4. Бірақ бізге айтады 0-ден үлкен аралықты алыңдар дейді. 0,4. Дұрыс па? 0,4. Бізде енді екі аралығы алынады. Таңба анықтайтын болсақ, бірді қойсақ, мына жақ плюс сан болады. Сол себепті жауабы бізде болды минус шексіздіктен 0,4-ке дейін және 0,4-тен плюс шексіздікке дейін деген жауап. Мына жерде әдемі жазасыздар, жинақталып кетті. Бұл бізде 23-ші есептің асының жауабы. Сосын мынау бізде әсі еді, әсінікін жазып қоймақпын ба. Мынау бізде әсі, есебі, әсінің жауабы осылай шықты, құрметті оқушылар. Құрметті оқушылар, назарларыңызға көп рахмет. Камим TV YouTube каналына тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл каналда осыған ұқсас есептер талдау өте көп болады. Назарларыңызға рахмет. Есеп шығару барысында қандай да бір қателік байқаған болсаңыздар, немесе қосымша сұрақтарыңызды комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Лайк білуді аямаңыздар. Сіздердің поддержкаңыз қажет. Осы есептерді класстастарыңыздың группасымен бөлісіп, поделиться етіп, каналдың дамуына үлес қоссаңыздар жақсы болады. Подписчик санын қосып. Рахмет.